Бұйыл кіші жүздің атақты биі Әйтеке бидің туғанына 380 жыл. Осыған орай сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада бабаға тағзым атты танымдық шара өтті. Онда өңір тарихшылары мен зерттеушілердің басы бір арнада түйісіп, тарихи тұлға жайында мағлұматтар айтылды. Жиында өлкетанушы Бекарыстан Мырзабаев Әйтеке бидің тұлғалық қасиеттеріне жеке тоқталды. Ұзақ жылдардан бері тарихи тұлға жайында көптеген басылым жарыққа шықса да, нақты дәйекті мағлұматтың тым аз екенін тілге тиек етті. Әйтеке би ауданы берілгенде 31 жыл болды Ақтөбеде. Бірақ көңіл көншірлік керек ғылыми монография болмаса арнайы зерттеу жоқ. Тек Әйтеке би емес, басқа билерді солай ау деп ойлаймын. Өйткені Ресей архивінде Әйтеке биге байланысты дерек жоқ дегенді барлық зерттеп жүрген тарихшылар айтып отыр. Оның баласы, үлкен баласы Өтебас, інісі Қаракүшік туралы Әбілқайыр өлгеннен кейінгі тарихи деректерде кездеседі, ал Әйтеке би туралы айтылмайды. Ал 1731 жылғы құнды қағаздарды Әйтеке бидің мөрі басылған құжаттар кезіккенімен, оны да кейбір тарихшылар жоққа шығарады. Себебі мұндай құжаттарға бидің ұлы Өтебаста мөрі басуы мүмкін деген болжам бары. Табылған деректердің 2-3 толығына қарамастан, даңқты тұлғаның өміріне көзмайын тауысып, нақты зерттеу жұмыстарын жасаған тарихшылардың бірі Жұбатқан Мұратбаев болатын. Жұбатқан Мұратбаев 19 жасында 1858 жылы Нұратаға барып, Әйтеке би Сейітқұлдың басына барып, мыңдаған кітапты іңкібіді алып кеткен, жүздеген кітапты сақтап қалған, Сейітқұл бабадан шырақшы болып келе жатқан ғұламалардың қолжазбаларына көз жүгірткен. Соның ең біреуі және бірегейі Ахмет Расул деген Әйтеке бидің әкесі Байбектің өтінішіменен Әйтеке биге азан шақырып ат қойған, және оның туған жылын 1644 жыл 23 наурызды белгіленген ғұламаның қолжазбасы. Міне сол нәрселер 31 жыл өтсе де әлі назарға ілікпей жатыр. Бүгінде аймақта көреген бидің ел үшін жасаған ерен еңбегін елге, жас буынға насихаттап жүрген ұйымдар бар. Соның бірі Алшын Әйтеке би қоғамдық қоры. Қор өкілдері биыл Әйтеке бидің 380 жылдығына орай танымдық шараларды көптеп қолға алуды жоспарлап отыр. Облыстың аудандарында, мектептерде, кітапханаларда Әйтеке би оқуларын өткізу, конференциялар өткізу, басқа да түрлі мәдени қоғамдық жұмыстар жасау. Соған атсалысамыз қор. Жер-жерде, Өзбекстанда, Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі шаралар ұйымдастырылып өткізілуде. Алғашқы шара осы үстіміздегі жылдың 1 наурыз күні Тараз қаласындағы өңірлік университетте үлкен конференция өткізді. Біздің облысымызда осы тамыз айының 22-24 аралығында Әйтеке би ауданында дәл осындай шаралар өткізбек ойымыз бар. Шара соңында оқырмандарға арналған танымдық көрме ұйымдастырылды. Онда Әйтеке би жайындағы қазақ тарихшыларының 25-тен астам кітабы мен жарық көрген танымдық мақалалар қойылған. Нұрболат Қуантайұлы, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.